Мен Нұрсейіт Отанбек Рахмердіұлы, Малбай жалпы орта білім беретін мектебінің 3 сынып оқушысымын. Абай атамыздың 175 жылдығына қыс өлеңін арнаймын. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайды, аязбен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрш шарқ етіп долданғанда, 6 қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шиден мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қарт тепкенге қажымыз қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын қор қылмай итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат, ұсқамыл. Ит жегенше Қандыбай қанай жесін, құр жібер мына ант тұрған кәр шал.